қазір енді екеуіңізге сұрақ қоям. Кім жеңеді, сол осы шаңырақтың президенті болады. Ереке, жеңіліп қалсаң, президенттің айтқанын істеп жүресің. Аха, экранға қараңыздар. Бірінші сұрақ. Дұрыс, шапалақ ұрайық, пожалуйста. Дұрыс. Міне. Ал енді Анара ханым, екінші сурет. Мынау не? Наны қазір жауабын кім айтады, сол Ерболаттың екінші әйелі болады. Сонда айтпаңыздар орында отырып. Аха. Анара, мынау не? Білмеймін. Білмейді. Бірден өл. Ереке, шынымен ақ молодец. Ал енді Ереке, екінші сұрақ сізге. Ереке, мынау не Ереке? Руль. Ау. Руль. Не деген білем, мынау шабалау ұрақта. Ойланбай жауап беріп жатыр да, молодец. Ал енді Анара ханым, сізге сұрақ қойып көрейік, мынау не екен? Өз айтсын, жаңа айттым ғой, кім жауап береді, сол Ерболаттың екінші әйелі. Мынау не? Ключ. Жоқ, ключ емес, ана жерде главный бірдеңе. Ау? Білмеймін. Білмейді. 3-0. Молодец, Ереке. Давай, келесі Ерекеге қойып көрейік. О, Ереке, мынау қай футболист? Сізде қарап тұрыңыз, мүмкін сізде біліп қалатын шығарсыз. Мынау қай футболист? Криштиану Роналду. Кім? Криштиану Роналду. Дұрыс, шапалақ ұрайық. Молодец. Шетелдің футболистін біліп тұр ғой. Мынау шарбой былай тұрсын. Ал енді келесі Анара ханым. Енді мынау кім? Қандай футболист? Білмеймін. Білмеймін дейді, еще президентін деп қой. Президент Ерболат деп қояды. Өзі елбасы еще. Жарайды, рахмет. Келесі сұрақ қойып, Ереке, соңғы. Ереке, мынау не? Помада. Не деген білім мынау шапалақ. Молодец. Үндемейді, еще ойланбайды да кім. Молодец. Енді Анараға қойып көрейік. Анараға бір сұрақ. Анара ханым, мынау не? Темір. Жоқ, темір екенін бәрі біледі ғой, жынды да біледі ғой. Жоқ, қандай темір? Кім бәрін ойланбай айтып отыр ғой, Ерекең айтып отыр ғой, мысалы. Руль. Ерболаттың айтқан қайда? Рахмет, бәрекелді. Бүгінгі осы жаңа отбасының президенті Ерболат.